Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгін сіздерге жұмсақ, тәтті болып шығатын картоппен жасалынатын пирожкидің рецептімен бөлісемін. Құрамын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа жылы суды құямыз, оның үстіне сұйық май және қантымызды саламыз. Одан соң шым-шым тұз, кішкене ас содасын және де ашытқыны салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін 15 минутқа ыдысымызды жылы жерге қойып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін тағы да араластырып, ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болу үшін кішкене сұйық май қосып, осылай қамырды илеп аламыз. Сол кезде қамырымыз қолға жабыспай, жақсы болып көтерілетін болады. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Ал оған дейін біз салмасын жасаймыз. Ол үшін картопты турап, суға салып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін картопты езіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде қамыр керемет болып көтерілді. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Енді әрқайсысын алып, видеода көрсетілгендей жайып, ішіне салмасын салып, осылай видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз. Духовка 180-200 градуста қызғанша, мен осылай бетін жауып қоя тұрамын, кішкене көтерілу үшін. Кейін жұмыртқаны бір ыдыста араластырып, осылай жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып пісіп шықты. Мен 200 градуста 25 минуттай пісіріп алдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.